Баршаңызға сәлем достар, менің каналға қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін шүкіршілік туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Шүкір деп барыңа емес, әрқашан ақша тапқан сайын айту керек. Ал ішерге тамағың, киерге киімің болмай тұрып, шүкір деу ешкімнің ақылына сыймайды. Бұл адамның өзін өзі алдаған болып саналады. Иә, шүкір деуіміз керек, бәріміз де шүкір дейміз. Барлық кітаптарда, ертегілерде, бәрінде ертеде басталған ертегілердің бәрінде аяқталатынын біліп отырамыз. Бас жағында көбінесе оңбаған бай болыпты, сосын кедейлер қанапты деген сияқты тойымсыз бір міндет болып тұрады. Міндетті түрде кездестіреді, сондай бір байларды жаман қылып көрсетеді. Содан бәріміз сол бейшара кедейге жанымыз ашып, байға жұдырық түйіп отырамыз. Бірақ сол кедей лашықта тұрса да бақытты еді, оған байлық керек емес болатын деген ертегілер оқығанбыз. Енді осы бүгінгі ертегі бүгінгі өмірге әкеп қарап көрейікші. Негізі лашықта тұратын адам бақытты дегенге сенесіз ба? Негізі мен сенбеймін. Ол лашықтың іші жарқырап тұрмаса, жанға жайлы болмаса, балашаға тоқ жүрмесе, бақытты отбасы бола ма? Тап осылай өмір сүріп жатқан адамдардың қандай көңіл күйі болмақ? Жағдайын жасамаған баланың ата-анасына деген қарым-қатынасы қандай? Ақша таппаған еркекті әйел сыйлай ма? Қолы қысқа, асқа жармай отырған жандар өмірлеріне риза ма? Білмеймін, сөйте тұра, негізі адамда шүкір бар ғой деп отырады. Бұл дұрыс емес. Шүкірді шын ниеттен айта ма? Жоқ дер едім. Өздерін солай алдайды. Шүкір деген миында мен ақшаны жақсы көремін деп сөз тұрады. Бірақ онысымен мойындамайды. Шүкір деген жалған. Ауыз айтқанын ойы мүлде басқа. Молшылыққа кенеліп жатқан адамға қарап, менің де үйімде той болар деп ертегі күткен адам сияқты болудың қажеті жоқ. Өмір еш уақытта өзгермейді. Кейбіреулер балам өсер, сосын ол асырайтын болады деп ойлайтын шығар. Бірақ бар жауапкершілікті балаға артып қойды да дұрыс емес. Қысқасы, адам өмір бойы не жинайды, соны жейді. Көп жейді, аз жинай ма, аз жейді. Молшылыққа кенеліп, ақшасы кенелген адам ертеңгі күннен үміті көп болады. Ақшасы жоқ адамда комплекс көп болады. Керісінше, ақша адамның өзіне деген сенімділігін арттырады, ешкімге тәуелді емес, яғни ақшалы адамға манипуляция жасау қиын. Ақша арманыңды орындайды, мақсатына жеткізеді. Шүкір деп құр жата берсеңіз, аспаннан киіз жауса да сізге ұлтарақ бұйырмайды. Сіз жата берсеңіз, ешкім келіп жұмысқа шақырмайды, тамақ әкеп бермейді, ақша ұстатпайды қолыңызға, дұрыс па? Ендеше мына әлемді өзіңіздің бар екеніңізді көрсетіңіз, және өзіңіздің қалауыңызды орындауға тырысыңыз. Егер де сізге осындай видеолар ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.